Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шай дастарханына тағы да бір идея көрсеткім келіп тұр. Бұл десерттің дайындалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Егер де сіздің уақытыңыз болмаса, дайын қатпарлы қамыр алсаңыз болады. Қатпарлы қамыр дайындау әдісін келесі видеоларда толығымен көрсететін боламын. Бұл қатпарлы қамырдың барлығын қолданбаймын. Бір жолата жасаған соң, үлкен қылып жасалынған болатын. Қамырды жайып болған соң, оны дөңгелек осындай формамен немесе кез келген дөңгелек затпен кесіп алуыңыз керек. Осындай металдан жасалған формочкамызды аламыз, үстіне қамырды қойып, осылай формалаймыз. Қамырымыз қатпарлы болған соң, ол пісіп жатқан кезде көтерілуі мүмкін, сондықтан да үстіне де астына да осы формочканы кигіздім. Осылайша кішкене қызарғанша пісіріп аласыздар. Салмасына кез келген крем жасасаңыз болады. Мысалы, қонақ шақырған кезде торт дайындаған болсаңыз, содан егер де крем артылып қалып жатса, соны да қосып жіберсеңіз болады. Кремнің үстіне әртүрлі жеміс-жидектермен әсемдейміз, өте әдемі көрінетін болады. Шайдың дастарханына әдемі сән беретін осындай десерттеріміз дайын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетіңіз.